Ассаляму алейкум, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бүкіл жанұяңызға қолда бар заттардан өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сіздерге қызық болса, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Шұңғыл ыдысымызда айранға қант салып, ерігенше венчикпен араластырамыз. Содан соң жұмыртқаның үш сарысы мен сұйық майымызды қосып, жай ғана араластырып аламыз. Кейін ұнымызға қопсытқыш қосып, елеуіштен өткіземіз. Венчикпен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Пирогымыз үлкен болып шығады, сол үшін үлкендеу форма алғандарыңыз дұрыс болады. Пирогты алдын ала 180 градусқа дейін қызып тұрған пешке 50-55 минутқа қойыңыздар. Барлықтарымыздың пештеріміз әртүрлі, сол себепті пісу уақытында да айырмашылық болуы мүмкін, сондықтан пирогты құрғақ таяқшаға тексеріп отырыңыздар. Мінекей пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде менің рецебім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуге ұмытып кетпеңіздер. Және де жаңа рецептерімізді жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.